Жұма сүресі, сүре әл-жұма, толық қазақша мағынасы. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Көктер мен жердегі барлық нәрсе Алланы пәктейді. Ол патша қасиетті, өте үстем, аса дана. Ол сауатсыздар ішінен өздеріне бір пайғамбар жіберді. Ол оларға Алланың аяттарын оқиды, оларды тазартады, кітап пен даналықты үйретеді. Расында олар бұдан бұрын ашық адасуда еді. Тағы да олардан кейін келетіндерге де жіберілді. Ол өте үстем, аса дана. Бұл Алланың кеңшілігі. Оны қалаған құлына береді. Алла зор кеңшілік иесі. Таурат жүктеліп, кейін оны орындамағандардың мысалы кітаптар көтерген есек сияқты. Алланың аяттарын өтірікке шығарған қауымның мысалы қандай жаман. Алла залым қауымды тура жолға салмайды. Мұхаммед: Ей, яһудилер! Егер өздеріңді Алланың достарымыз деп ойласаңдар, онда шынайы болсаңдар, өлімді тілеңдер де. Бірақ олар бұрын істеген күнәлары себепті оны ешқашан тілемейді. Алла залымдарды жақсы біледі. Айт: сендер қашып жүрген өлім сендерді міндетті түрде табады. Сосын сендер көрінген мен көрінбегенді білушіге қайтарыласыңдар. Сонда ол сендерге не істегендеріңді хабарлайды. Ей, иман келтіргендер! Жұма күні намазға шақырылған кезде Алланы еске алуға асығыңдар да сауданы қойыңдар. Егер білсеңдер, бұл сендер үшін қайырлы. Намаз аяқталған соң, жер бетіне таралыңдар да Алланың кеңшілігінен ризық іздеңдер. Алланы көп еске алыңдар, бәлкім құтыларсыңдар. Олар сауда не ойын-сауық көрген кезде соған қарай жүгіріп кетеді де, сені тік тұрған күйде қалдырады. Айт: Алланың қасындағы сауап ойын-сауықтан да, саудадан да жақсы. Алла ризық берушілердің ең жақсысы.